нағып кеткенін білмей қалдым. Қазір басына қайттан көрсетемін. Сыз қойған мойны 17. 17-ні алып, бөліп салдым. Мінекей 1 сантиметр жылжыттым. 17-ні екіге бөліп салғанда. Енді кез келген адамға алдының ашықтығы 8 болады. Біз сол 8-ді бүйтіп сызып аламыз. Енді бізге иығы керек. Иығымыз біздің плечамыз 12. 12-ні осылай қоямыз. Міне 12 болып тұр. Былай қарай 4 сантиметр. Мінекей көріп тұрғаныңыздай. Мен жерге жазып қойдым 12 деп. Енді біз огыны табу үшін 18 сантиметр кез келген адамға саламыз. Кез келген болғанда кіші размерде 18, сәл үлкендеу болса 19, 20-ға шейін аламыз. Сонда бізде 42-ден 65-ге шейін алуға болады. Ол қазір жерге жазып қоямын. 18, 19, 20-ға шейін біз ала береміз сантиметрге шейін. Міне. Мен әзір кіші размерге алып тұрмын. Міне көкірегінің айналасына біз емшекке 3 қосамыз да, оны 2-ге бөлеміз. Бұл үшін міне 46-ға 3 қосамыз. 1, 2, 3. Значит, 49 болды. Енді 49-ды осылай қойып, сантиметріміздің көмегімен біз осы көкірек айналасына осы сызыққа қойып белгілейміз. Міне мен белгілеп алдым. Енді бізге осы екеуінің ортасы шығысы деген біз сол шығысыны аламыз. Шығысымыз алды 35 сантиметр. Мінекей 35. Көрдіңіз бе, мен тек сантиметрдің көмегімен ғана бөліп отырмын. Мінекей жобалап ортасына қоясыз. Белгілеп алдым. Бұны сызып алсаңыз да болады деп. Міне сызып алдым. Берге жазамыз ШКС. Алдын аламыз. Алды бізде 35. 35-ті бөліп салдым. Міне жаңа көрсеткендей 35-ті бөліп салдым. Ол мына жерге келді. Міне. Қарап тұрсаңыз, мына жерге келді, белгілеп алдым. Енді бұны линейкамен қосамыз. Мына бастапқы плечаның иығының тігісінен төмен қарай біз тіке түсіреміз. Осы аралықтан біз 3 сантиметр саламыз. Мінекей 3 мынау тұр, не жер. Енді осы жерден біз плавный қосып аламыз. Мына жер бізде 3 болды. Міне кеудесінің бәрін салдым. Енді бізге осы мойынның қасына тақап өлшеген біз, сол өлшемменен біз 43-ті аламыз. 43 ол біздің беліміз болған. Міне өлшеп. Осы жерді сызып аламыз. Бұл біздің беліміз. Мен бұны сызу үшін мына линейканың бұрышы 90 градус алсаңыз, өте әдемі болып тұрады. Міне алдым. Мына жерге жазып қоямын. ДПС 43. 43-ті салдым. Ешнәрсе қосқан жоқпын. Енді бұл жерде оты дейді. Бұны ешнәрсе қоспастан отынып аласыз. Отым 38. Міне 38 бөлеміз 2-ге. Қазір осыны саламыз. Міне қарап тұрсаңыз, 38-ді таптым. Міне сантиметрдің көмегімен бөлеміз. Бүктеп белгілеп аламыз. Енді мерге 3 сантиметр бұл биточканың несін қосамыз. Міне биточканың тігісін қосамыз. Енді біз осыған қолтықтың нүктесі мен белдің нүктесін қосып аламыз. Міне қосып алдық. Енді бізге бөксесін табуымыз керек. Бөксесін табу үшін де бізде 18 сантиметр. Міне белгілеп алдым. Енді осы 18-імізді сызып аламыз. Міне мерге жазып қоям 18 сантиметр. Бұл тұрақты қыздар. Міне бұл енді бөксесі бізде. Обы деп атайды. Обыны да бөліп сала саламыз. Обымыз біздің 50 сантиметр. Бөлеміз 2-ге сантиметрдің көмегімен. Мінекей 50-ді тауып алам. Міне 50-ді алдым. Осы жерге осылай қойып, осы біздің сантиметрдің көмегімен міне белгілеп алдым. Енді осы сызығымызды қосамыз. Міне одан кейін прямой или чуть трапеция қылып түсіруге болады. Енді бізге ұзындығы керек. Ұзындығы менде 75 сантиметр болды. Мінекей бүйтіп алғанда менің қағазым шықпай қалды. 57 болды. 57 сантиметрді алдым. До конца. Міне 57 сантиметрімді алдым. Осылай біз төрт нұсқаны сызып аламыз. Енді бізге ары қарай летушка көйлек шығару керек. Менде мына қағазым жетпей тұр. Қазір осы жерге мен қағазды жабыстырып аламын. Шығатындай қылып. Мінекей енді біз осы жерге мына қолтығының астынан, мынаны айтамыз, қолтығының астынан 5 сантиметр аламыз. Міне 5 сантиметр алдым. Мерге жазып қоямын 5 деп. Міне осы аралық 5 болды. Енді осы 5 сантиметрімізді біз түзу сызып аламыз. Түзу алуға да болады, сәл мынандай қиғаш алсаңыз да болады. Міне мен қазір түзу алып көрсетейін. Міне түзу алдым. Және де неден бір 5 сантиметрдей өлшеп, қазір сантиметрмен көрсетемін. Қиғаштау алсаңыз ол тіптен жақсы. Міне 5 өшерге келді. Осыменен біз қиғаштап аламыз. Мінекей 5 сантиметріміз мына жер, 5 сантиметр біз былай қарай түсірдік. Енді мына қолтық астынан, міне қолтық астынан да біз сол 5 сантиметрімізді аламыз. Міне бәр жерде 5. Міне енді осыны біз былай қосамыз мердегі запасымызға. Міне мынаны осы жақ қарай былай қосып шығамыз. Енді қолтығының астын шығардым. Түзу болу керек. Енді мына иықты қарасаңыз, иығымызды осы жерден, міне өз иықтың тұсынан ұзындау қып сызып аламыз. Міне ұзын қып сызып алдым. Бізде жеңіміздің ұзындығы, мына жерге жазылмаған, әзір мен мынаға жеңнің ұзындығы, қазір басқа жерге жазайын. Жазылғаны бар еді.
Міне біз қазір жеңді салатырмыз. Жеңге длина рукавамыз, жеңіміз 58, ширинамыз 17, 12. Бізге осы нелер қажет емес. Ұзындығын сап аламыз біз. Қазір міне иықтан өлшейміз. Біз адамды өлшегенде де иықтан өлшегенбіз. Бүйтіп алып 58 сантиметрімізді. Міне 58 мерге келді. Қайтаруға запас қоссаңыз да болады 2 сантиметрдей. Мен енді бұны соңына шейін сызып шығамын. Міне мынаны да ұзын сызып алайын. Мінекей сызып алдық. Енді біздің мына жерімізді өлшеп көреміз. Біздікі 13 болып тұр. Міне узкий жең қылам десеңіздер, міне менікі қазір осы 13 сантиметр шығып тұр. Оны осы жерде мұқият көріп алыңыздар. Бұл жерде пішу үшін сіз осы жерден міне мына тігістен былай түзу қосасыз. 90 градус болу керек. Енді бізге шапан болғандықтан шапанды біз үлкейтіп алуымызға болады. Ол үшін төменге қарай да түсіруге болады. 1-2 сантиметрдей міне. Мен 2 сантиметрдей төмен түсірдім. Былай қояйын. Сонда біздің жеңіміз 15 сантиметр болды. Бұдан да үлкен үлкейтуге де болады. Оны үлкейту үшін біз осы жақтан қосамыз. Міне, енді біздікі осы жерімізді қарасаңыз 15 шықты, иә? Міне 15. Мына жерге шейін. Мынау менікі 13 сантиметр, көйлектерге істей берсеңіз болады. Мінекей осылай біз пішіп аламыз. Өте оңай, жеңіл, міне жақсы түсінді деймін, ойлаймын. Енді біздікі шапан болғандықтан кеңдеу болып аламыз. Мінекей өксесінен мына запасымызды тағы да қоямыз былай қарай. Сөйтіп шапанымызды сызып аламыз. Міне енді біз осы маңайдан кесеміз. Мына тере-тере сызықтан біз қырқып аламыз. Міне осыдан қырқып аламыз. Мына жоғары жақтанда тура сондай 1 сантиметрге тігілетін запас қалдырыңыздар. Мына тере сызықтың бәрі бізде запастары болады. Сызғанымыздан тігіп шығамыз, мына жерден қырқамыз. Міне осылай алуымызға болады шапанды. Енді бұл шапан болғандықтан бізде мына алды не болу керек? Біз бұны мынау талияға шейін осылай сызып аламыз. Мен бұны қызыл сызықтан сызайын. Міне шапанға осылай қырқып аламыз қыздар. Көрсеңіз, міне бары осы, мына жеңі. Жеңді де мен қазір тағы қызыл сызықтан сызып қояйын, және бір өйткені бұл жең екенін біліп отырасыздар. Міне керекті жеңдеріміз осы. Міне мына жерден 5, мынау жерден 5, иә, былай қарай. Мынау былай қарай 5. Міне қосамыз, мына жерді біз тура осылай сызып аламыз. Үлкейту үшін біз мына осы жеңі 13 болды ғой, 13-тен былай қарай қанша өзіңізге керек, сонша өлшеп не қыласыз. Қысқалау аламын десеңіз, өздеріңіз білесіздер, өлшеп осылай аласыздар. Мінекей, енді мына тере-тере сызықтан біз қырқамыз. Аяғына шейін біздің шапанымыз енді осы. Енді бұл шапанға біз не қосамыз? Мына жерге планка қоямыз. Кейбіреулер планканы тек алдына қояды. Алдына қоятын болсаңыздар, мына жерден 2 сантиметр былай алып тастайсыздар. Мен әзір көрсетейін. 2 сантиметр алып, бұны мынау оғыға шейін әкеп қоясыз. Міне. Көрдіңіз ба, оғыға шейін әкеп қоясыздар. Енді мына жақта шапанның суретін салып қояйын. Міне шапанымыз біздің осылай болып тұр. Бізде мына жерден уже шапанның планкасы түседі. Көрдіңіз, біз планканы немен түсіріп алдық. 2 сантиметр қырқып, артына планка қоймаймыз, тек алдына болады. Міне, артына қоймайды, тек алдына қойсаңыз да болады. Артына қоям десеңіз, онда сіз мына жерден бастап саласыз. Мінекей осылай шапанымыз шықты. Бұл шапан бізде оверсайз шапаны деп тұратын. Мына жерге манжет қойсаңыз да болады деп. Міне бұл шапан тігуде өте оңай, ешқандай бұл жерде вытачка мынау жоқ. Пішіп алсаңыз, жай тіге саласыз. Міне осылай алды да арты да осылай пішіледі. Екеуін бірге қойып пішесіз, тек арт жағын осылай аласыз 4 сантиметрден. Міне арты да алды да тура осыны қойып екі алға сөйтіп сызып қырқып аласыз. Енді мен бұны қырқып көрсетемін.